Сәлем достар, бүгін сіздермен өріктің пайдасы туралы ақпаратпен бөлісемін. Сіздер подписка жасап лайк басыңыздар. Өрік сарғыш, қызыл, сырты тығыз, іші жұмсақ, ортасында сүйегі бар, дәмі тәтті, тіл үйіретін жеміс. Жемісінің құрамында 20% қант, алма және лимон, тағы басқа қышқылдары, 10% каротин, 1,3% пектин заттары, ал тұқымында 58% май бар. Кептірілген өріктің құрамында калий мен қант көп мөлшерде кездеседі. Қазір пісіп жатқан жемістердің бірі ол өрік. Өрік құрамында бірнеше дәрумендер мен минералдар бар. Өрік мидың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бауырдың зақымдануын болдырмайды, метаболизмді жақсартады, токсиндерді тазартады, гемоглобин деңгейін арттырады, иммундық жүйені нығайтады, сүйектерді жетілдіреді, тістерді біріктігін арттырады, бүйректе тас тұруын алдын алады, рактың алдын алады, жүректі қуаттандырады, стрессті азайтады, құрамындағы С витамині суықтаудың алдын алады. Кептірілген өрік несеп айдағанға қолданылады. Құрамында қант көп болғандықтан қант диабетімен ауыратын адамдарға бұл жемісті тұтынуға болмайды. Жаңа піскен өріктер қышқылдағы жоғары гастритпен ауыратын адамдарға зиян болуы мүмкін. Сонымен қатар бауыр, панкреатит, асқазан жарасы және ұлтабар аурулары кезінде өрікті тұтынудың біраз азайтқаны дұрыс. Жүзімнің пайдасы жайлы айтамыз. Біздің парақшамызға тіркеліп лайк басып соңына дейін тыңдап, керек жерін өзіңізге түртіп алыңыз. Жүзімнің пайдасы: піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,6 миллиграмм темір, аз-аздан болса да басқа да элементтердің түрлі дәрумендер су кездеседі. 100 граммында 60 килокалория бар. Жүзім құрамында дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қосу жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығынды шырынын ішу дегенде ми жасушаларына да өте пайдалы. Бұған қоса емдік қасиеті бар амин қышқылы А және Б дәрумені, В1, В2, калий, магний, кальций, силица, иод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтерді жүзімнің құрамында кездеседі. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуының алдын алуды таптырмайтын жеміс деп кітапхана кезет мамандарының айтуы бойынша жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Жүзім қасиетінің Құранда да айтылуы да тегін болмаса керек. Неге десеңіз, қандағы оттегі жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен бүйректердің жұмыс істеу және жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда өте көп кездеседі. Дәрумендер мен минералдарға қоса жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 түрлі амин қышқылдары бар. Тіпті барлық тіршілік иелерінде 20 шақты амин қышқылдары кездесетінін ескерсек, жүзімнің тамақ мәзірінде алар орны ұғына түскен дейміз. Қоректі ыдырауы нәтижесінде пайда болған немесе темекі ішімдік ауаның ластануы секілді зиянды қалдықтар капилляр тамырларының қабырғаларын зақымдайды. Мұндай зақымдануға қарсы жүзімнің кездесетін кейбір күштері антиоксиданттар, еркін радикалдардың әсерінен жоятын заттар, төменгі тығыздықтағы зиянды липопротеиндердің капилляр тамырларда түзілуіне бөгет келтіретін қасиетке ие. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де мидың да тұнығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр аурулары, анемия делінетін қан азаюды емдеуде көп қолданылуымен қатар құрамындағы жеміс қышқылдары тартарик, малик, сукциник, фумарик, пирувик, глюколик қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне де көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруында күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамаша қоректе жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан оның калориясы өте жоғары, әрі темір кальцийге өте бай. Сіздермен ақпаратпен бөлісеміз. Парақшамызға тіркеліп лайк басыңыз. Лимонның адам ағзасына пайдасы туралы айтпасақ та бәрімізге белгілі. Суық түскенде лимон таптырмас өнім болып табылады. Аскорбин қышқылы дәрумені иммундық жүйені нығайта түседі, қош иісті жігерлендіреді. Шайға лимон қосып ішкен жаныңыздың жай табады. Тамақ ауруы, яғни ангинамен ауырған кезде тамағыңыз қатты ауырған лимонның жартысын алып,
қабығымен бірге жеңіз. Ащы, бірақ өте пайдалы. Сонымен қатар лимон шырынымен де тамағыңызды шайсаңыз болады. Ол үшін лимонның 3/1 бөлігін алып сумен араластырып, тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз, немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағыңыз. 100 грамм лимонның құрамында 29 калория бар. Егер сіз лимонды қантпен бірге тұтынсаңыз, онда калория мөлшері 209-ға дейін көтеріледі. Егер сіз лимон, зімбір және бал қосылған сумен, шаймен ішсеңіз, онда әр стаканның рационында 60 калория болады. Лимон жұмсағы, лимон және алма сияқты органикалық қышқылдардың пектин заттардан қан, каротин, фотоницидтерге бай. Лимонның құрамында келесідей дәрумендер бар: В1, В2, аскорбин қышқылы, рутеин, флавоноидтар, кумарин туындылары. Гесперидин қан тамырларын, қабырғаларын нығайтуда көмектеседі. Эрицитрин және иридиктиол артық майдың жиналуын азайтуға көмектеседі. Тұқымының құрамында май және ащы зат лимонды болады. Бір қызығы, лимон жапырақтарында аскорбин қышқылы дәрумені, ал қабығында цитронин гликозиді болады екен. Ароматерапияда лимон май басу ауруы, жаман көңіл күй, депрессияға жақсы әсер етеді. Лимонның жүрек денсаулығы үшін инфаркт қаупін азайтады. Холестеринді төмендету, қан аздықпен күресу. Аскорбин қышқылы дәрумені өсімдіктердің темірдің сіңірілуіне жақсы ықпал етеді. Лимон құрамындағы магний, калий мен аскорбин қышқылы дәрумені жүрек және жүйке жүйесін жақсартады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді, теріге нәр береді. Тырнақ пен шаштың өсуіне әсерін тигізеді. Сондай-ақ артық салмақтан арылтады. Ол үшін күнделікті 1 стакан лимон суға қосылған 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларының алдын алып, ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Егер сіз тістеріңізді ақ әрі мықты болсын десеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Адам ағзасына қандай зияны бар туралы ақпаратпен бөлісеміз. Біздің парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Жалпы киви зиянсыз тағам, алайда аллергиясы бар адамдарға ұсынылмайды. Кивидің қандай зияны бар екенін көрейік. Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым мөлшерде жейтін адамдар дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Кивиді сыртымен жеп көргендеріңіз бар ма? Кивидің сырты тіске қаттылау және өзіне тән түктері бар. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртады, уылтып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көме дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Сіздермен ақпараттай жеміс-жидек жеу керек, оның қандай пайдасы бар, осы сұрақтарға кішігірім ақпарат береміз. Біздің парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Күн жылысымен дүкен сөрелері мен базардың іші түрлі жеміске толуда. Бірақ оның қайсы піскен, пісті деп алынғанның көбі нитратқа, пестицидқа толы болады. Сондықтан әр жемісті өз пісетін уақытында жеген жөн. Оған қоса әр жеміс адам ағзасының бір бөлігін пайдасы бар. Қызыл шие бет терісінің түсін қалыпқа келтіріп, ағзадағы холестеринді түсіріп, иммунитетті көтереді. Түсі қанық болған сайын дәмі де тәтті болады. Құлпынай адамды қартаюдан ғана емес, қатерлі ісіктен де сақтауға көмектеседі. Ит бүлдірген және мүгжидек, бүйректегі тасталады, сонымен қатар бойдағы ыстықты түсіріп, жарақаттың тез жазылуына себеп болады. Құрамында С мен В дәруменінің көптілігін негізгі бұл жемістерді
жөтелге қарсы пайдалануға болады. Сонымен бірге қан қысымын түсіретін қасиеті бар. Қара жидек пен көк жидек көздің көруін жақсартады. Бұл жидектердің жүрек талмасын ауыратын жандарға пайдасы өте зор. Қан тамырлардың жұмысын жақсартады, иммундық жүйені ретке келтіреді. Қанқурайды жас кезінде көбірек жеу керек. Бұл адам ағзасының қартаюын тоқтатады. Күніне кем дегенде 100-150 грамм қанқурайды жеп тұрған жөн. Оған қоса бұл жеміс қанның сұйылуына көмегі бар. Негізі осындай әсері бар дәрінің ішкеннен гөрі жемістің пайдасы көбірек. Дәрі секілді бір жерді емдей отырып, екінші жерге зиянын тигізбейтіні анық. Сізден подписка и лайк. Қарбызды бәріміз сүйіп жейміз. Жаздың аптап ыстық кезінде салқын тоңазытқышқа тұрған қарбызды алып шөлді басып жеп аламыз. Дәмі тіл үйіреді. Негізі қарбыздың құрамы 90% судан тұрады, сондықтан шөлді жақсы басады. Майегінде ақуыздар мен майлар жоқ, бірақ тезеріп қуат беретін көмірсулары көп. Бұл жеміс әсіресе физикалық белсенді адамдар үшін пайдалы. Жаттығу кезінде аздап қарбыз шырын немесе бір тілімін дәм татсаңыз, денедегі су қорын толтырып қантпен қанықтырады. Қарбыз құрамында ликопиннің қызыл пигменті өте мол. Денедегі ликопин басқа каротиноидтар сияқты А дәруменіне айналмайды. Пигмент күшті антиоксиданттық қасиетке ие. Көптеген зерттеулер тағамда ликопиннің жоғары мөлшері жүрек және қан тамырлары ауруларына қаупін төмендететінін көрсеткен. Кейбір зерттеулер тіпті қуық асты безі мен ішек қатерлі ісігінің дамуы азаяды деп мәлімдейді. Бірақ бұл нақты қорытынды жасау нақты зерттеуді талап ететіні анық. Қарбыз майегіндегі дәрумендер төмен концентрациясында кездескенімен С және А дәрумендері сондай-ақ минералдарға бай. Онда бұлшықеттерге арналған магний көп. Аталған магний кальцийді сіңіруге көмектеседі. Онсыз сүйектер сынғыш болатыны белгілі. Ал дәнді мәйекке қарағанда қоректі заттарға қаныққан. Олардың құрамында фолий қышқылы және ПП дәрумені, сонымен қатар фосфор мен магний бар. Сол себепті дәнекті кептіріп немесе қуырып жеген пайдалы. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы. Дәл осы үшін оны несеп тас ауруы бар адамдарға көп жемегені абзал. Өйткені тастың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйелдерге мейлінше бас тартуын ұсынамыз. Яғни бұл жағдайда онсыз да дәретханаға жиі баратын жандарды 2 есе жүктіре түспек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі кішкентай балаларға қарбызды шама келгенше қарбызды аз берген жөн. Өйткені ең алдымен қарбызды қазіргі таңда өнеркәсіптік өсіруде қолданылатын тыңайтқыштар, нитраттар және тағы да басқа зиянды заттар қолдануға байланысты. Олар сыртқы қабатында көп мөлшерде жиналатындықтан ересектерге де қарбызды қабыршағына дейін жеуге кеңес берілмейді, дейді көптеген мамандар. Бірақ өзіңіздің бау-бақшаңызда өсірген қарбыз болса, ол 100% табиғи, сол үшін шамамен балаға беріп өзіңізде жеуге болады. Қарбыздың іші адамға ас, сырты қабығы малға ас. Ауылда өскен жандар біледі, қарбыз жеп болып сыртын малға турап беретінбіз. Естеріңізде ме? Сіз парақшамызға тіркеліп лайк басыңыз. Сонымен бүгін інжір жемісі туралы кішігірім ақпаратпен бөлісемін. Інжір кез келген өнім, оны пайдалану принциптерін сақтауға байланысты. Әрі зиян келтіру, әрі пайда әкелуі мүмкін. Сондықтан қарсы көрсеткіштерді зерттеу өте маңызды. Бұл аллергиядан және басқа да жанама әсерлерден аулақ болуға көмектеседі. Інжірдің денсаулыққа пайдасы мен зияны әр жағдайда әртүрлі болады. Тәтті десерттерімен салыстырғанда інжір ағашының калория мөлшері төмен. Сондықтан оны салмағын жоғалтуда мақсат етіп қойған адамдар жиі қолданса болады. Бірақ егер сіз жемістерді көп мөлшерде тұтынсаңыз, керісінше нәтижеге қол жеткізесіз. Жаңа інжірдің калория мөлшері 100 граммға 54 килокалория құрайды. Кептірілген інжір ағашының калория мөлшері көп, өйткені оны дайындауда қант шәрбәті қолданылады. 100 грамм кептірілген жемістің құрамында 257 килокалория бар. Мамандар інжірді сүт өнімдерімен бірге жеуге кеңес береді. Бұл пайдалы компоненттердің жақсы сіңуіне ықпал етеді. Ірімшікпен үйлескенде бұл жақсы мерекелік тағамдар нұсқасы болуы мүмкін. Өнімді таңертең таңғы ас кезінде сұлы майымен немесе сүт коктейлі ретінде жеген жөн. Тіс басар ретінде ол майсыз сүзбемен бірге қолданылады. Бұл опция спортпен айналысатын адамдар үшін өте қолайлы.
Тұрақты тұтыну кезінде інжір метаболизмді қалпына келтіреді және жүйке жасушаларының өткізгіштігін жақсартады. Өнімнің құрамы келесі компоненттермен ұсынылған: фолий қышқылы, магний, В, ПП, А және С дәрумендері, калий, фосфор, натрий, темір, кальций. Негізі қандай жемісті бас салып, жаз айында жемес бұрын аллерголог мамандарының кеңесін алған дұрыс. Жүктілік кезінде інжірді аллергиялық реакцияға бейім емес әйелдер ғана жеуге рұқсат етіледі. Бұл фолийдің ең бай көздерінің бірі. Бұл зат балаға жатыршілік даму кезінде қажет. Фолий қышқылы жүйке түтігінің пайда болуына жауап береді. Диетада оның жеткілікті мөлшері ұрық патологиясының қаупін азайтады. Қолданған кезде інжір мультивитаминдік кешендерге жақсы балама бола алады. Оның артықшылықтарына табиғи шығу тегі жатады. Дәрумендердің артықтығын болдырмау үшін күнделікті қажеттіліктен аспау өте маңызды. Жүктілік кезінде нәжістің бұзылу ықтималдығы жоғарылайды. Құрамында талшық көп болғандықтан інжір асқазан ішек мүшелерінің кері әсерін тигізбей, нәжісті қалыпқа келтіреді. Құрамында темір болғандықтан інжір темір тапшылықты анемияны болдырмайды. Оған позициясындағы әйелдер бейім. Пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыздар. Ананас жылы сүйгіш, жарық сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Ананастың жемісі өте дәмді әрі пайдалы. Ананас шырынындағы ферменттер аз қорыту барысында пайдасын тигізеді. Құрамындағы ферменттердің атқаратын қызметі трипсин ферментіне өте ұқсас келеді. Диеталық қасиеттері де бар. Ананас жемісін жеген кезде ол піскен болуы керек. Піспеген жеміс ерін мен ауыз қуысын зақымдайды. Ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минералды заттар бар. Ананастың құрамындағы минералды заттар калий, темір, мыс, мырыш, марганец, магний, кальций және йод. Ананас қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының қызметін жақсартуға қызмет етеді. Ананастың көптеген аурулардың алдын ала хабарын алуға тигізер көмегі де аз емес. Ағзадағы ас қорыту жүйесінде ақаулар пайда болса, бір стакан ананас шырын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал. Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырынын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ол еттің оңай қорытылуына көмектеседі. Сіздер